Полковник Мырза, департамент басын тәрбие идеология учаскелік патриоттық жұмыстар басқармасының бастығы, департамент бастығы орынбасары полковник Жакипов Саулыс. Қорғаныс министрі басшылығының бекітілген жоспарына сәйкес, ағымдағы қыркүйек айында Қазақстан Республикасының қорғаныс істері жөніндегі департаменттерде көктемгі биылғы мерзімді әскери қызметке шақыру қорытындылау және осы ағымдағы күзгі әскерге шақыруға тапсырмалар қою бойынша жұмыс жүргізілуде. Жоспардың шеңберінде бүгінгі таңда біз Қызылорда гарнизонында орналасқан қорғаныс істері жөніндегі департаментпен жұмыспен келіп отырмыз. Бүгінгі біздің жұмысымыз таңғы саптық алаңда жеке құрамны саптық тексеруден басталып, одан әрі қазіргі әкімшілік ғимаратында жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жалғасатын болады. Сонымен қатар бүгінгі жоспар көзделгендей, бүгін біз жеке құраммен сауалнамалар жүргіземіз. Осы жергілікті әскери басқару органдарының жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Сонымен қатар департамент жеке құрамымен олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру мақсатында сабақтар қосымша жүргізілетін болады.